Достар, бәріңе сәлем, қайырлы таң. Бүгін біз тағы да бір өте қызықты жерге бармақшымыз. Бүгін Алматыдамыз. Бірақ мен бүгін жалғыз болмаймын. Менімен бірге жолдас қыздарым, жолдас балдарым бүгін тауға шығамыз. Аюсайға. Сол себепті сіздерді таныстырып, көрсетіп кетемін барлығын. Өте қызықты контент түсіреміз деп ойлаймын. Сол үшін бізбен бірге қалыңыздар. First of all, don't tell me what to do. 15 минуттай жаяу жүресің. Не істеп жүрген жерін білмейді. Хочу сказать, вы лучшие. Лучшие. Ал достар, біз жолға шықтық. Бұйыртса бір сағат, бір жарым сағаттың ішінде сол жақта боламыз. Қазір жолға біз кішкене тағам алып, жаңағы сэндвич, снектер алып, жолға шықпақшымыз. Хей, всем сәлем. Біз қазір Магнумдеміз. Перекусқа заттар алуға келдік. Біз завтрак ішіп алдық, тойып тұрып, и өзімізбен бірге перекусқа заттар аламыз қазір. И дальше тауға барамыз. Вот. Су алдым мен, қазір тамақта бірнеше алып, тауда тамақ жейміз, пикник қой, кеттік. Я хочу колу взять, потому что в горах кола классно идет. Залетает, вообще. Как я залетаю в свою бывшую. Шутка, әзіл. Қой көрсін бе, қойшы бәрі құрсын де, ең бастысы мамам болсын де. Мы мамам болсын де, и мамам болсын де. Қой көрсін бе, қойшы бәрі құрсын де, ең бастысы First of all, don't tell me what to do. Короче, келдік. Міне Аюсайға қазір қайда баратын, не істеуге болатынын көреміз. Мен жақта бүгін қазір азанғы по идее қанша? Азанғы 11 болды, бірақ соның өзінде туристер өте көп, мұнда тамақтанып отыратындар. Сол себепті қазір қалай не болатынын көреміз. Жалпы өзімізді қинамай, бірінші таксимен жетіп алдық мұнда. 3500 теңге осы жаққа дейін 16 километр қалды. Индрайвер арқылы, одан кейін кіруге 1000 теңге төлейсің осы жерде. Входной билет па қалай еді. Жалпы күшті, қазір қанша не тұратынын бәрін көрсетеміз. Негізі өзіңізбен бірге тамақ алып алғаныңыз жөн. Hey, what's cooking? Достар, біз Аюсайға келдік. Енді экскурсия басталып жатыр. Кішігірім осы жер жайлы ақпарат беріп кетейін. Аюсай жалпы мағынасы Аюсай, яғни аю жүрген сай деген екі сондай мағынаның атында қосылған, айтылған. Себебі кезінде осы жерде аюлар жүрген дейді, өмір сүрген дейді. Сондықтан Аюсай деп қойған. Және бұл Аюсай визит центр орталығы 2021 жылы салынған. Яғни туристерге арналып. Сол көріп тұрғандарыңыздай адамдар бүгін өте бар. Көп деп айтайын, бірақ бар. Дүйсенбі күнге қарамастан. Сол табиғаты өте керемет, ауасы таза, ғажап, мынандай өте күшті көрініс. Сол біз қазір күшті демалып келе жатырмыз. Және бұл жерде 3 водопад бар. Біз сол қазір ең төбедегі водопадқа бара жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар, қызық болады деген ойдамын. Достар, жалпы біздің арамызда қазақшаны ең жақсы білетін алтын қыз. Негізі қазақшасы оның өте күшті. Бірақ ол водопад деп айтып кетті. Сарқырама болады қазақша. Вот, кішкене вибон болсын мен жақтан. Жалпы менің түсінуім бойынша бүгінгі біздің саяхатта жаңағы менің екі әріптесім, достарым, олар әдемілік пен ақпаратқа жауап береді. Мен есем харизмаға, юморға, жалпы энергияға жауап беремін, сол себепті. Давай, очки. Чего? Біз бірінші келіп,
ең бірінші байқағанымыз тіпті төбеде орналасқан тастарда вандализм іздері қалған. Адамдар енді керек емес заттарды жазып кеткен үстіне. Біреу Витя деп жазып кеткен өзінің атын, Витя. Біріншіден 0 ақпарат. Мен түсінем, хотя бы өзінің инстаграмын жазып кетсе, сол инстаграмына өтіп долбоеб деп жазып жіберсін да оған. Жай ғана атын жазып кеткен, ол мағынасы жоқ іс та. И сондай тірліктеріңізді қойыңыздар. Алина плюс Самат деп ондай болмайтын аттарыңызды жазып кетпеңіздер олай. Табиғатты қорғау керек. Жақсылықпен қарау керек. Оның кейін әр адам табиғатқа шыққан кезде бір сана сезім болу керек та. Менен кейін бұл жаққа басқа бір адам келеді тағы. Келіп, осы жердің әдемі жерін көрсін, туристер көрсін әдемі жерді деп ойлау керек. Мен атымды оқысын деп емес. Тіпті осы бүкіл дүние жүзінде бірақ адамда Витя деген ат болатын болса мақұл екен. 1040 миллион адам ғой Витя деген. Қайсысын білеміз сен, именно сен Витя екеніңді. Сол үшін олай жазуды доғартыңыздар, керек емес. Далбойып болмай. Жалпы достар, Айосайға келген кезде бұл жақта өте көп кофейнялар бар, отырып тамақтанатын жер өте көп. Мысалға мына жақта аты Шопан деген национальная кухня, Шопан, иә. Қатты қымбат деп те айта алмаймын. Кофе 3990, капучино 1990, латте 1990, американо 1590. Менің ойымша өте жақсы баға. Қаланың өзінде де сондай болады жалпы. Сол себепті келетін болсаңыз, смело осы жаққа келіп тамақтанып кетсеңіз болады. Өте әдемі, арзан. Мен достар, біз бұл жақта жалпы 3 сарқырама бар. Жаңа кіші, орта, үлкен сарқырама болып саналады. Біріншісіне біз қазір жеттік, қазір алдымызда. Жалпы бірінші сарқырамаға, кіші сарқырамаға келу қатты алыс емес. Бір 15 минуттай жаяу жүресіз, жетіп қаласыз. Мен сізге қазір көрсетемін, жүріңіз. Бірақ бұл жаққа абайламасаңыз болмайды. Бұл жақта өте тасты жер екен, тайғып кетуіңіз оңай. Достар, жалпы менің дауысым естіліп жатыр ма жоқ па білмеймін, бірақ бұл бірінші сарқырама. Мына жер өте тайғақ, кішкене абайламасаңыз құлап кету өте оңай. Және қатты су болып қаласыз, қатты су ағады екен үстіңізге. Өте әдемі. Жалпы негізі достар, бір кішкене негізі қиын емес көтерілу бұнда. Тіпті үлкен бір апалар келе жатыр, осы жерде серуендеп жүр. Сол үшін жалпы кішкентай бала болсын, кішкентай баланы көрдік жаңылде. Сол себепті смело қорықпай келсеңіз болады. Қиын емес. Бірінші сарқырамаға дейін бір 10-15 минуттай жаяу жүресіз, қатты алыс емес. Екіншісі тоже біріншісінен кейін бір 200 метр жерде орналасқан, жақында. Енді үшіншісіне бара жатырмыз қазір. Сол үшін уайымдамай келіңіз. Деп қайта айта беріпші бір ақпаратты. Жалпы достар, мен мына екі кісіні чисто мені түсіру үшін ғана шақырғам негізінде. Не істеп жүргендерін білмеймін, әйтеуір тамағы жеп өлең айтып жүр. Бұлардың основной задачасы мені видеоға түсіру негізінде. Өздерінің не істеп жүргендерін білмейді. Достар, біз жалпы қазір құр жүрмей бір-екі жаңағы тақырыпты қозғау келе жатырмыз. Алтын қыз бізге сұрақ қойды. Жалпы сендерге қыз баласында маңызды бір қасиет қандай дейді? 3 жаңағы басты қасиет сен үшін деп бізге сұрақ қойды.
Менің ойымша, ол бірінші чувство юмора өте важен деп ойлаймын. Екінші, ол жаңағы верность, да? Жаңағы сен қайда жүрсең де, не істеп жүрсең де, сенімді боласың да, өзіңнің қызыңа. Қалай? Адал болу, адал болу. Айттым ғой, оның қазақшасы бәрінен күшті деп. Үшіншісі, жаңағы эмоционально зрелый қыз болса, мысалға, өзінің не қалайтынын, не керектігін бәрін білетін адам болса, сол мен үшін топ үштік сол. Үш қасиет па? Верность, получается. Уважение и ценность. Ценность? Да. Амбициозный. Ну, перспектива, амбиция екеуі бір. Екінші уважение, міндетті түрде сыйлау. Үшінші, давай мен 3-4 деп перечислить етпей қойын. Басты маңыздыларын айтайын. Сыйластық и және сенім. Және кішкене, да, тоже чувство юмора болса, маған ол тоже маңызды. Сол. Кажется, әркім өзінің өткен опытын айтып жатыр. Кімде қандай қиыншылық болған, жаңағы қарым-қатынаста. Қызға бастысы? Қыздарға, көп, вообще қыздарға в целом маңызды. Ер адам жанында өзін қауіпті сезіну. Қауіпсіздікте сезіну. Қауіпсіздікте сезіну, себебі қандай да жағдай болған кезде сене алатын, арқа сүйейтін сондай адам болғаны өте маңызды. Жалпы. Сол. Негізі. Айтып қоспайын деген. Рахмет сендердің ойларыңа. 5 копейк ойларыңа депші. Қызық. Екеуінің де ойы қате деп ойлаймын. Менікі тура шындыққа тура келетін сияқты. Әзіл. Локти не повторим. Ноги бы не намочить еще. Да ладно, не сломать бы были, если не намочить. Лена, ноги не хватает. Хочу сказать, вы лучшие. Лучшие. 50, 60, 70. Вам помочь? Нет, спасибо. Все, хорошего дня вам. 50, 60, 70. 70? Да. Просто лучшие. Удачи. Смотри туда. Туда смотри. Достар, енді сонымен біз 3-ші сарқарамаға келдік. Ең үлкен сарқарама болып саналады осы Аюсайдағы. Бұл жаққа көтерілу жалпы бір 35-45 минуттай шығар ары кетсе. Қатты қиын деп айтамаймын. Жаңылде 50, 60, 72 жасар апаларды көрдік. Біз өмірге көтеріліп, точнее біз көтеріліп жатқан кезде олар түсіп жатты астыға қарай. Сол үшін мен ойымша бұл жаққа келуге тұрарлықтай жер, өте әдемі жер. Кішкене төбеде салқында болады, сол үшін қазір сентябрь айында келсеңіз өте күшті. Сол жалпы достар, осында келіңіздер, бірақ обязательно міндетті түрде заттарыңызды алып кетіп, жинап кетіңіздер. Мұнда біз көрдік, қоқыстар жатыр мұнда. Адамдар өздерінің заттарын тастап кеткен. Сол себепті өтініш өз заттарыңызды жинап, біреудің қоқыстары болса да алып кетуіңізді өтінеміз.
сонымен біздің саяхатымыз Аюсайға деген саяхатымыз аяқталды. Біз қазір жамендеп Астаға түсіп келе жатырмыз. Бұйыртса бір 20 минуттың ішінде болатын шығармыз Астада. Себебі Астаға түсу оңайырақ қой енді. Сол жалпы күшті. Қазір жалпы өз пікірімізді айтып кетерміз. Аюсайға көтерілу қатты қиын емес. Кішкене бір соңына таман қиындау болуы мүмкін. Көтеріліп жатқан кезде, жалпы түскен кезде қатты қиын емес. Себебі біз жаңа жолда бір 50 жасар, 60 және 72 жасар бір 2-3-4 апаны көрдік. Қалай жалпы жеттіңіздер, қиын емес па? Кішкене ауырлау болатын шығар сізге деп айтсақ, жоқ, біз жаймендеп асықпай жеттік, азанда келгенбіз деп айтып жатыр да. Сол сияқты, егер шамам жетпейді деп ойласаңыз, олай ойламаңыз, беймарал көтере аласыз, қатты қиын емес. Сол. Келесі жолы мен өте көп жерлерді жазып алдым. Жаңа жолда туристермен сөйлесіп қалдық. Олар бізге ақыл айтып, осындай жаққа барыңыз, мына жаққа барыңыз деп көп ақыл айтты. Қарағанды жақта, Семей жақта, Тараз жақта өте әдемі жерлер көп екен. Соларға бұйыртса барамын мен. Сол. Жалпы мен Астаға түсіп кеттім. Уже жаңағы басындағы кафененің алдында отырмын қазір. Мен жолдас балдарым, жолдас қыздарым енді қайтып келе жолда келе жатыр. Кішкене физикалық қаулары бар екен. Сол көреміз қазір. Кесін өздерінің ойларын айтып шығады олар да. Қазір кішкене кофе ішіп, кішкене тамақтанып, демалып, қалаға қайтамыз. Сол сіздерге ұнады деген үміттемін. Себебі мен жалпы менің мақсатым сіздерге әдемі жақты көрсету, қалай жетуге болатынын көрсету. Мен из-за того, что они водители езжи, когда разводят вот эту тему. Йоу, всем привет. Бүгінгі күн өте әдемі болды, маған ұнады. Әсіресе таудың төбесіне шыққан кезде, водопадтың жанына барған кезде өте андай салқынданып, күшті болып демалып қалдым. Бірақ көтерілген сәтте кішкене бір қиындау болғаны болды жүрген кезде. Себебі шыны керек қатты аса дайындалмаппын. Аяқ киімнің өзі сәл ыңғайсыздау болды. Дегенмен де ұнады. Екі жігітпен бірге күшті маған көрсетіп әңгіме айтып. Тарада ылғи кез келген жерде қымбаттау. Чикагода особенно. Чикагода бар, Тара білесің ба? Это заведение есть в Чикаго еще. Да, казахи там. Мне очень понравился путешествие с этими ребятами. С ними побеседовали. Вот. Полезные вопросы задали, я задумался. Также путь был очень легкий. А ты менял вот это?